Баршаларыңызға қайырлы күн. Меруерт асханасының алтын оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді, ерекше, аузыңызда еритін, шаймен жақсы жерініп кететін тары қосылған чизкейк дайындайтын боламыз. Құрамдарын барлығын описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап, сіздер де жасаңыздар. Бізге керекті ұн, тоңазытқышта қатып тұрған сармайымызды түркінің көмегімен сақтап алатын боламыз. Одан кейін қолдың көмегімен біркелкі масса етеміз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап, жанұяңызды Меруерт асханасымен бірге қуантып қойыңыз. Бізге керекті 2 дана жұмыртқамыз. Осындай таза ыдысымызға саламыз. Қопсытқышымызды саламыз 10 граммдай. 1 пакетик ванилин пайдаландым. Жақсылап тұрып, біркелкі масса етіп араластырып алатын боламыз. Менің осы чизкейк пирогын бірінші рет жасауым өте дәмді, ерекше болып шықты. Дайын болған массамызды ұнымыздың үстіне салып, қамыр илейтін боламыз. Бізге қолға жабысатын жұмсақ қамыр болып шығады. Алғашында вилкидің көмегімен араластырып алыңыздар. Одан кейін қолдың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді пирог. Меруерт асханасына тіркелмеген оқырман болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Менде 24 диаметрлік торттың ыдысы. Осындай жіңішкелеп жайып алыңыздар. Одан кейін вилкимен көтеріліп кетпес үшін астын тесіп алатын боламыз. Дәл видеодағыдай. Енді кремін дайындайтын боламыз. Менде творожный сыр, қаймағымыз, сгущенка, қантымызды салып, жақсылап біркелкі масса етеміз. Енді тарымыздың үстіне қайнап тұрған ысы сүтімізді құйып, бетін жауып, 10-15 минутқа демдеуге қоямыз. Тарымыз жұмсарып, әдемі болып ісіп шығады. Міне, біздің массамыз дайын бола келді. Петмолды құйып, жақсылап тұрып, сливкімізді құйып, араластырып алатын боламыз. Одан қойылтылған сүтімізді құямыз. Құрамының грамын барлығын описание бөліміне қалдырамын. Сол жерден қарап, міндетті түрде менің рецептіммен жасап, жанұяңызды қуантып қойыңыз. Бізде біркелкі масса болуы керек. Барлығы араласып, ешқандай қамық болмауы керек. Бір тегіс сұйықтық болып шығады. Осы массамыздың үстіне 2 дана жұмыртқамызды салып, тағы да араластырып алатын боламыз. Ерекше пирогтардың бірі. Жолдасыма қатты ұнады. Сіздің де жанұяңызға ұнайтынына сенімдімін. Міне тарымызды салып, енді жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дайын болған формамызға құйып,
Осы кезде пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Қырық минуттың көлемінде әдемі болып пісіп шығады. Ортасына ешқандай ауа қалдырмаңыздар, осылай шайқап жіберіңіздер. Міне біздің тары қосылған чизкегіміз дайын болды. Өте дәмді, аузыңызда салса еритін дәмді пирогымыз дайын болды. Ас болсын.